Өмірлік мақсат барлығында бар ма? Осы әлемдегі 8 миллиард адамның барлығында өмірлік мақсат бар деп ойлаймын. Мәселе тек масштабта. Мысалы, Эйнштейн, Никола Тесла, Тереза анасы, немесе Нельсон Мандела сияқты халыққа еңбегі көптен сіңген адамдар миллиардтан біреу туылады деп ойлаймын. Қалған халықта ондай көрінетін, қатты әсер ететін, әлемге, ғаламшарға әсер ететін үлкен масштабы жоқ. Бірақ өмірлік өзіне керекті, өзінің жанына керекті мақсаты әрине бар. Менің сезімім бойынша примерно 1, максимум 2% халықтың көзге көрінетіндей істері, еңбегі өмірге, әлемге бірден әсер етеді. Қалған халықта, 98% халықта өмірлік мақсат сәл басқаша болады. Бірақ олардың өмірі әлемге әсер етпейді деуге болмайды. Себебі әр жанның вибрациясы маңызды. Вибрация дегеніміз не? Вибрация кез келген заттың энергиясы бар. Кез келген зат энергиядан тұрады деп біз физикадан өткенбіз, дұрыс па? Яғни вибрация, мысалы, қалай сезуге болады? Осы жердің вибрациясы болады, адамның вибрациясы болады, өсімдіктің, жануардың вибрациясы болады, өзінің энергиясы болады. Мысалы, егер сіз бір бөлмеге кірсеңіз, сол бөлмеде 5-6 адам отыр дейік. 5-6 адамның көңіл күйі жақсы, бір-бірімен күлімсіреп, рахаттанып, бір қызықты әңгімені айтып отыр дейік. Кірген кезде сіз бірден сол жақтың атмосферасын сезесіз. Яғни сол бөлменің плюстағы вибрациясын сезесіз. Өте мейірімді, қызықты атмосфера екенін сезесіз. И керісінше басқа мысал, сол бөлмеде 5 адам мейірімді емес, керісінше өте негативті түрде отырса, бір-біріне көз астынан қарап, бір-бірін жақтырмай, жынданып отырса, сол бөлмеге кірген кезде бірден сол негативті атмосфераны сезесіз. Яғни олардың төмен вибрациясын сезесіз. Яғни олардың вибрациясы сізге жақпай тұрады, біртүрлі болып сезініп тұрасыз, кеткіңіз келіп тұрады сол бөлмеден. Сол сияқты әр адамның өзінің вибрациясы болады. Әр адамның өзінің басқаларға, қоршаған ортаға әсері бар. Сондықтан, егер бірігушілік заңы қолданса, кез келген адам әлемге әсер ете алады. Қалай? Бір адам өзінің бақытын ойлап, өмірін сол бақытына сай құрастырса, өзіне бақытты жағдай жасаса өмірінде, ол бірден өзінің қоршаған адамдарына әсер етеді. Қасындағы әйеліне әсер етеді, балдарына әсер етеді, таныстарына, достарына әсер етеді. Оған қараған кезде, сол бақытты адамға қараған кезде, қалай ол ылғи күлімсіреп жүреді, қалай ол осы өмірін әп-әдемі қылып құрастырған екен, сұрап көрейінші деп сол кісіден кеңес алғыңыз келеді. Сол адамның қасында болуға тырысасыз, сол адамның әңгімесін тыңдағыңыз келіп тұрады. Яғни бақытты адам өзінің қоршаған адамдарына ықпал етеді. При этом ол бақытты адам, вот мен осындаймын, сендер үйтіңдер, бүйтіңдер деп ешкімге ешнәрсе айтпайды. Жай өзінің өмірімен айналысады, өзінің бақытын ойлайды, өзінің семьясының бақытын жасайды, жағдайын жасайды. Бір бақытты адам қасындағы жүздеген адамды бақытты қыла алады. Жай өзін ғана ойлау арқылы. Біз қазір эгоизм туралы айтып тұрған жоқпыз. Эгоизм мен өзін сүюдің айырмашылығы бар. Өзін сүйетін адам 100% өзінің өмірін бақытты қыла алады. Эгоизм мен өзін сүюдің айырмашылығы неде? Осы туралы мен
видео түсіргенмін алдында. Сол видеоға астында сілтеме бар. Бақыт деген не? Вот бақытты адам басқаларға әсер етеді дейік, да? Ойымды жалғастырайын, ойымды бітірмедім. Осы бір адам, бақытты адам, айналасындағы 10 адамға әсер етеді дейік. Егер ол 10 адамның барлығы бақытты болса, қасындағы 100 адамға әсер етеді. 100 адам бақытты болса, 1000 адамға әсер етеді. Яғни, бұл адамдар бірігушілік заңын орындайды. Бірігіп, әлемге әсер етеді. Әлемнің бақытты болуына әсер етеді. Сол үшін менің ойымша, бұрын мен ойлайтынмын, осы ішкі потенциал, ішкі күш бәрінде бар ма, барлық адамдарда бар ма? Қарап тұрсаң, 5 саусақ бірдей болмайды дейді ғой. 5 адам бірдей болмайды. Даже бір семьяда ата-анасы бір болса да, 5 баланың, мысалы, бір семьяда 5 бала бар дейік. Сол 5 баланың өмірі әртүрлі ғой. Біреуі успешный болады, біреуі онша емес, біреуі ішіп кетеді, біреуі өзін жоғалтып алады. Сондай түрлі өмірлерінің айырмашылығы бар. Неге олай болып тұрады деп мен сұрақ қоятыным өзіме. Сонда мен ойлайтынмын, наверное, потенциал, өмірді өзгертетін, өзін бақытты қыла алатын потенциал бәрінде жоқ. Кейін мен түсіндім, бір өмірдің ішінде өзін, кейбір адамдардың өмірлік мақсаты бір өмірге арналмаған, бірнеше өмірге арналған. Яғни келесі өмірге келген кезде, мен қазір реинкарнация туралы айтып жатырмын. Реинкарнацияның бар екенін бұрыннан бері дәлелдеп қойған. Интернетте информация өте көп, қарап оқысаңыздар болады. Яғни кейбір адамдардың бір өмірі, бір емес, бірнеше өмірі бір мақсатқа арналған. Қандай мақсат болуы мүмкін? Мысалы, өзінің шекарасын сезе білу. Мысалы, біздің әрқайсымыздың айналамызда сондай адамдар бар шығар. Бәріне келісе беретін, өзін қорғай алмайтын, өзінің мнениясын айта алмайтын, өзіне не керегін білмейтін. Ол адамдарға, даже мектепте, мысалы, университетте ондай адамдарды көрсек болады, жертва дейді оларды. Оларға қанша адам тиіссе де, одноклассниктер тиіссе де, еш нәрсе істемейді. Жүре береді, сүмелек боп соны шыдап. Яғни ол бала, ол адам өзінің шекарасын ұстай алмайды, шекарасын сезе алмайды. Басқалар оның шекарасын бұза берсе де жүре береді. Сол адамның мүмкін шекарасын сезу, өмірлік мақсаты бұл шекарасын сезу. Бұл мақсат бір өмірде орындалмауы мүмкін. Ол үшін 5, 6, 7, 10 өмір кетуі мүмкін. Сонда да ол адамның бір өмірдің ішінде шекарасын сезе білуге, үйренуге шанс бар. Бұл тек өзінің желаниясына байланысты. Өзінің қаншалықты бақытты болғысы келетініне байланысты. Себебі шынымен өзінің өмірін өзгертуге, өзін бақытты қылуға адамның үлкен өзінің желаниясы болу керек. Сол кезде осы желание ең үлкен мотивация. Сол кезде сұрақтарға жауаптар келеді. Көмекші адамдар келеді өмірге. Өмірінде кездестіреді сондай адамдарды. Поэтому барлығы адамның өз қолында. Келесі видеода бақыт деген не екенін қарастырамыз. Кейбір адамдар, ақшам көп болса ғой, бастық болсам ғой, үлкен бір үй соқсам ғой, сол кезде бақытты боламын деп ойлайды. Шынымен де сондай адам мақсаттарына жеткен кезде бақытты бола алады ма, әлде болмай ма? Келесі видеода осы тақырыпты талқылаймыз. Әзірше өзіңіздің ойыңызды комментарийға жазсаңыз болады. Қалай ойлайсыздар? Бақыт деген не? Менің каналыма жазылып, лайк пен қоңыраушаны қосуға ұмытпаңыздар. Сіздердің комментарияларыңыз, сіздің лайктарыңыз маған өте маңызды. Осы видеоларды түсіруге маған үлкен мотивация береді. Келесі көріскенше сау болыңыздар.